Лақтырып шашуын сақ-сақ күліп, ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып. Армысыздар алқалы жұрт қалайық, ізетпенен амандасып алайық. Бүгін міне Астана қаласында, есілдің жағасында, жадырасып жарасатын, жамырасып тарасатын, қызығы күннен күнге жырланатын, келмегендер қызықтан, қыр қалатын, тамаша бір той басталды. Тойларыңыз құтты болсын ағайын. Ал ендеше ардақты ағайын, бүгінде кішкентай ғана бүлдіршініміз Даяна қыздың бесік тойына жиналып отырсын. Болсын, теңгедей сыңғырлап, бай қуатты өмір сүрсін, гүлдей жайнасын деген ниетпенен шашудан қабыл алыңыздар. Біз өзін қазақ халқы салт-дәстүрге өте бай халықпыз. Бесікке салу рәсімін біріншіден сонау нағашыларының елінен келген бесіктің жақсысы ағашынан, баланың жақсысы нағашысынан деп арнайы нағашыларының дайындаған алтын бесігін ортаға алғызбас бұрын біз ортаға кілемімізді төсеп, көрпешелерімізді жайып, содан кейін барып сіздердің көпшіліктің қошеметімен бесікті ортаға алдырайық. Ал біз бесік келе жатқан кезде куә болып қосылып қошеметтеп отырайық ардақты ағайын. Бәрекелді. Бесікке салу рәсімін осы жерде отырған әпкелеріміз, сіңілдеріміз, үлкен ақжаулықты арналарымыздың бәрі біледі. Олай болса, ортаға сонау Алматыдан келген осы әулеттің құдағиы Жанка ханымызды шақырамыз, және де Нұрбүбі ханымды көпшіліктің қошеметінен шақырамыз. Келіңіздер ортаға. Олай болса, міне біз аластаудың түрлерін көрсетсек екен. Келіңіздер қыздар. Жер ана, саған тапсырдым, сендей жомарт болсын деп. Дәу, суана, саған тапсырдым, сендей таза, мөлдір болсын деп. Дәу, отана өзіңе тапсырдым, сендей ыстық болсын деп. Бәрекелді, бөтемізді бөледік, бөлмес
мұрынма аластадық. Бөпені бесікке жатқызбас бұрын барша ауылдың қыз-келіншектерін, әйел ханымдарды ортаға жинап алып, біз не істейміз? Келесі рәсім бізде? Бөлемес бұрын. Дұрыс айтасыздар, тыштыма жасаймыз. Олай болса, міне сіздерге тыштыма рәсімі бұйырып тұр екен. Ал жас қыздар, сіздерге жұғысты болсын деп, сұлуда сымбатты қыздар тыштымадан ауыз тиіңіздер. Келіңіздер ортаға. Beri qarай.